заманның орта есеппен басындағы қарызы 10 миллион теңгені құрайды екен. Максималды лудоманияға шалдыққан адамдардың қарыз мөлшері 700 миллион теңге дейін, ең минималдысы 7 миллионды құрайды. Бұл мемлекеттің қаражаты, ол қаражатты лудомандар қайдан алды дейтін болса, ең жиі кездесетін көлемдері ол несие алу, соның ішіндегі ломбардқа бағалы дүниелерді өткізу. Ол өзінің ұялы телефонын, анасының алтын сақинасын, үйдегі бауырының ноутбугын ломбардқа өткізіп жіберуі мүмкін. Ал ломбардтар бізде құқықтық реттелу жағынан кез келген жерде, таяқ тастам жерден көре аласыз. Яғни лудомания дертімен күресіп жүрген адамдардың ең жиі айтатын себебі де, егер біздің бұл дертті жеңгенімізді қаласаңыздар, ломбард қызметін реттесеңіздер дегенде ұсыныс бар. Ломбардтан бөлек қаражатты олар қайдан табады? Несие алу, микрокредиттік мекемелер, немесе қымбат заттарды өшіру, достарынан, туыстарынан алу, көп жағдайда өзінің көлігін, үйін, туыстарының мүлкін бәске тігіп жіберу, немесе оларды банкке, кепілдікке қою арқылы үлкен қаражат сомасына тәуелдік пайда болады екен. Бұл сомаларды қалай азайтуға болады, немесе мемлекет лудоманияны мемлекеттің қаржылық мәселесі деп қабылдаған жағдайда, біз Қазақстандық лудоманның портретін құрып, 25 пен 30 жас аралығындағы жоғарғы білімі бар, орташа табысы бар адаммен күресе аламыз. Өзінің қаражаты жоқ, ешқандай да бір мүлкі жоқ адам лудоманияға шалдығуы мүмкін бе деген сұраққа жауапты ғалымдар әлбетте деп айтады. Себебі сіз лудоманияға, құмар ойындарға сізде тәуелдік пайда болу үшін міндетті түрде қомақты қаражатыңыз, қолындағы соңғы үлгідегі айфоныңыз, депозитте ақшаңыз болу міндетті емес. Себебі құмар ойындарға деген тәуелдік 100 теңгеден де басталуы ықтимал. Себебі казино ойындарының, құмар ойындарының адамның психикасына, жалпы санасына, өмірлік қабылдауына әсер ететін сондай, көп адамдар бұл ойынға қалай кіріп кеткендігін, бұл шырмауыққа қалай іліккендерін, қашан тоқтай алмай қалғандарын олар айта алмайды. Және бұл лудоманияның өзге дерттерден басты айырмашылығы да осында. Диагнозды қашан бұл басталған деп қою, айту мүмкін емес. Бірақ Қазақстандағы лудоманиямен шалдыққан адамдардың көбісінің айтатыны, 2007 жылы ойын туралы заң қабылдағаннан бастап, соңғы 15 жылда бұл дертпен айыға алмай келе жатқан азаматтар Қазақстанда бар көрінеді.